яғни Исмайылмын ғой, енді мен жаңағы әртүрлі бағыттарда түсіретін боламын. Енді біз бүгін мына ойынды ойнайтын боламыз. Age of Civilization 2, яғни Age of History 2-дегі Addon Plus модында ойнайтын боламыз. Яғни мен өзімнің туған жерім Қазақстанда прохождение бастайтын боламын. Ең алдымен біз экономиканы және халық санын көбейтуіміз керек, ел жауламастан. Негізі жерлерді жаулап, мысалға Славия мемлекет, Қырғызстанды жаулап, Өзбекстан енді жақсы ғой, 3-ші орында тұр көршілердің арасында. Біз нені көбейтуіміз керек, елдермен отношениені. Әйтпесе бұлар бізге шабуыл жасап, бәріміздің бытшымыз шығарып жібереді. Мысалға Турция, Туран, мықты мемлекеттермен көбейтіп алу керек. Негізі болашақтардан Германия неге шабуыл жасайды Францияға, сөйтіп Францияны жеп қояды ғой. Көбейтіп алу керек. Америкамен де, Канада, неше түрлі елдермен арақатынас дұрыстау керек. Индия мысалға, өкінішке орай бізден андай не жиналмай қалды, атығандай очко дей ма, сондай нәрсе. Так, біз армияны распустить етпейміз ғой, сөйтсек. Біз мынандай темп роста үшін мынандай фермалар соғу керек, ал армия нормально тұру үшін ақшаны көп жемей лагерь снабжение салу керек. Міне біз оларды салып жатырық. Біз кішкене экономика тұрақталды. Енді дамытатын боламыз. Экономиканы жайлап дамытамыз енді. Атырау, Петропавл, Шымкент деп жатыр екен. Шымкентті көбейтейік. Шымкентте тұратын болсаңыздар комментарий жазыңдар. Лайк басыңдар, сосын Астанада тұратындар. Кейін тиктокқа шығарамын ғой, негізі тиктокқа түсіруде желание жоқ. Ол жақта тарих түсіремін мен көбінесе. Бұл жақта мен ойындар түсіретін боламын. Типа Нұрлан Қалам сияқты әртүрлі ойындар түсіремін, Майнкрафт солар. Модтарға обзор сондай жасаймын. Міне біз дамытып жатырық экономиканы. Талдықорған бар. Қызығы мына Алматы неге жоқ десем, сөйтсе Алматы мына отыр екен. Тыныш. Бұндай болмайды дедік. Енді біздің экономикамыз 60 мыңнақ екен. Бұл өте төмен. Мынаны қараңыз, Ресейдікі 334 мың. Минимум біздікі бір пример 100 мыңнан асу керек. Мен үшін ең нормальный деген. Сондықтан да тоқтамау керек, жатпау керек, ұйықтамау керек. Күндіз түні бір тынбай деп. Жаймен деп жинап жатырық енді. Населениеде 42 мың болыпты. Бішкектікінен де көп болыпты біз Астанада тұратындар. Бірақ енді Ташкенттегіден аз. 21 мың дейді Алматыда тұратындардың саны. Алматыға барып кішкентай бір подъездке мініп, уже 100 мың болып қалды. Көргендеріңізде бүкіл ішінде мына тек промышленный центр, ол Азиядағы. Бұл кім болып отыр? Астана, сосын жоқ, Астана емес, Нью-Дели. Енді Астана болады. 26 мың промышленный центр. Осы Астана болып отыр, кейін Нью-Дели. Астанасы Үндістанның. Енді бұл ойынның плюстері географияны дамытады. Міне өзі соғыс болып жатыр екен мына. Айттым ғой, мен айтқандай болып жатыр ғой. Германия жеңіп кетеді қазір. Бұл соғыста Германия 91 мың солдатын, ал Франция 169 мың солдатын жоғалтыпты. Егер осы видеода 3 лайк жиналатын болса, 3 лайктегі смело шығар сіздер үшін. Жарайды 5 лайк жиналатын болса, қалай бастау керек екенін сіздерге көрсететін боламын осы ойын. Бір бастан кіріп кете бересің бұл ойынға. Еще мен сложность дұрыстау керек еді. Әшейін ойнай салдым мен. Ана бет легендар неге қойып сложностьты кішкене күрделендіріп бұл ойынды сөйтіп істеу керек еді негізі. Значит, біздің экономика 32 мың болды. Біздің Қазақстан экономикасы өсіп жатыр. Мынандай сап қояқ.
Шымкентке. Енді біздің екінші қаламыз ғой. Мына Түркістан бар еді, işte Түркістан бірақ Шымкентке қарап тұр, сондықтан істемей қалдық. Басқа да модтарға обзор жасайтын боламын мен бұда. Сондықтан арнаға подписаться етіңдер. Қожауланшы қалай ойнау керек, қалай мод басу керек, менен ғана көресіздер қазақ ютубында. Қазақ ютубында менен ғана көресіздер. Отвечаю сіздерге. Екінің бірі бүйтіп істей алмайды. Мен сияқты екінің бірі істей алмайды. Мына бізге әскерлер ұнамай тұр. Қырғызстан мен екен ғой. Бірақ та мына шеттегі әскер ұнамай тұр маған. Егер армия дегенге басып, бізге қауіп төндіріп тұрған сары әскерлерді көруге болады мысалға. Міне. Мынау Өзбекстан әскері, сосын Қытайдың әскері бізге қауіп төндіріп, сосын мынау Қырғызстан әскерлері. Егер де біз отношение нормальный негізі. Тек Қырғызстанмен ғана нашар екен. Көршілердің ішінде. Монғолиямен де бейт жақсартып қойып. Негізі біз нормальный отношение дейміз бүкілмен. Ешкіммен КНДРден басқасы. Мына Сауд Арабиясы сосын қалғандар нормальный отношение. Мынау менде. Бүйтіп көтеріп қойып аяқтатыр. Енді бізде данный момент жақсы араласатын ел. Ойбай, не болып кетті. Қытай мен Ресей екен біздің жақсы араласатын еліміз. Қытай мен Ресей екен. Мынау 18+, мынау 19+. Енді біз экономиканы көтеріп атқан себебіміз экономиканы мықты қылып, ары қарай істейтін боламыз. Қазір дамытып болған соң сіздерге көрсетемін. Негізі видеоны ұзақ қылғанда анау елді бір түрлі қылып жібереді. Мен өз басым видеоны ұзақ қылғым келмейді. Арнаға тіркеліп лайк басыңдар, мен осы жақында ғана бастаған ютубымды. Мынау құрбан айтта істеген нелерім болсын маған. Жақсылықтарыңыз болсын, арнаға тіркеліп лайк басыңдар. Жарайды, жақсы, енді осымен бірінші видеомыз ұсақ болмасын. Видео чевелесінде түсірген. Сіздермен бірге болған мен Исмайыл. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.